Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы полиция қызметінің сервистік моделінің негіздері пән бойынша номері бірінші тақырып полицияның сервистік моделі негізгі принциптері мен элементтері. Жоспарымызға сәйкес бірінші кіріспе қаралатын сұрақтарымыз: полицияның сервистік моделі тұжырымдамасының тарих мен мазмұны. Екінші сұрағымыз: полиция қызметіндегі шетелдік тәжірибе мен тәсілдер. Үшінші қаралатын сұрағымыз: сервистік полицияның қазақстандық моделін дамыту. Келесі қорытынды. Кіріспе: полицияның сервистік моделі немесе қызметке бағытталған полиция қызметі немесе жай сервистік полиция бұл полиция қандай болу керек және оның қызметтерінің түпкілікті тұтынушысы туралы әңгімедегі негіздер, терминдер, тұжырымдамалар. Сонымен қатар бұл ұғымдардың, тұжырымдамалардың, модельдердің бірыңғай анықтамасы жоқ. Мысалға, заң үстемдігі сияқты біз полицияның қызмет көрсету моделінің құрамдас бөліктері туралы ғана айта аламыз. Сервистік полиция халыққа қауіпсіздік қызметтерін ұсынатыны анық. Шын мәнінде бұл әскери құрылымға көбірек ұқсайтын бұрынғы полициядан ерекшеленеді. Оның басты мақсаты халықты емес, жалпы мемлекетті қорғау болды. Бұл ретте мұндай қызметтердің сапасы туралы халық тарапынан кері байланыс жиналмады. Ал азаматтық қоғаммен ынтымақтастықтың қандай да бір нысандары шектелді және жүйелі емес сипатта болды. Елдегі полицияның сервистік моделін сәтті жүзеге асырудың мазмұны мен талаптарын түсіну үшін оның мақсатын, даму тарихын түсініп, осылайша оның негізгі компоненттерін шығару қажет. Қаралатын бірінші сұрағымыз полицияның сервистік моделі тұжырымдамасының тарихы мен мазмұны. Яғни тарихи тұрғыдан алғанда полиция қызметіне жаңа көзқарастардың кез келген дамуы қоғамның сұраныстары мен атап айтқанда халықтың көз алдында полицияның сенімі мен заңдылығының дағдарысымен байланысты болды. Сол сияқты 2018 жылы Қазақстан Республикасының президенті қоғам құқық қорғау органдарының бірінші кезекте полицияның жұмысын түбегейлі жақсартуды күтуде және полиция жұмысын бағалаудың негізгі параметрлер мен қоғам тарапынан сенім деңгейі мен халықтың қауіпсіздігі сезім болуы тиіс деп атап өтті. Жалпы алғанда мемлекеттік институттарға деген сенімнің төмендеуі қиындықтар туғызады. Өйткені демократиялық үкіметтер тиімді жұмыс істеу үшін көпшіліктің оларға сенуі өте қажет. Сенімнің тұрақты төмен деңгейі сайып келгенде режимнің заңдылығына қарсы тұрады деп айтылады. Полиция үшін халықтың сенімі ерекше маңызды. Полицияға деген сенім азаматтардың заңдылықты сақтауын арттырады. Полициямен ынтымақтасуға және қылмыстар туралы хабарлауға дайындығымен байланысты азаматтардың өз аудандарындағы әлеуметтік тәртіпсіздіктер кезінде араласуға дайындығын арттырады. Полицияның жалпы тиімділігінің маңызды алғышарты болып табылады және қоғамның қылмысқа деген алаңдаушылығын азайтады. Азаматтардың полиция деген көзқарасы одан да маңызды аспектке ие. Азаматтар мен олардың үкіметі арасындағы қатынастарды зерттегенде орталық мәселе халық арасындағы полиция мәртебесі. Өйткені полиция мемлекет билігінің ең көрнекті өкілі болып саналады. Бұл қоғамның полицияға деген сенімін жалпы мемлекеттік институттардың заңдылығының маңызды көрсеткіші етеді. Осылайша полицияға деген сенім туралы ақпарат азаматтар мен мемлекет арасындағы орталық қатынастар туралы түсінік бере алады. Полиция қоғамның сенімін арттыру стратегияларын шартты түрде үш топқа бөлуге болады. Біріншісі қоғаммен жақындасу стратегиясы. Бұл қозғалыс ескі стандартты полиция моделінің әлсіз жақтарына жауап ретінде пайда болды. Сенімділікті арттырудың екінші стратегиясы аспаптық. Бұл тәсіл
полиция қызметінің тиімділікке бағытталған аспектілеріне және жаңа мемлекеттік басқару идеяларына баса назар аударады. Бұл бизнес секторының принциптерін мемлекеттік секторға енгізу туралы әртүрлі идеялардың жалпы термині. Ол мемлекеттік органдарды бизнес сияқты тиімді жұмыс істеуге мәжбүр етуге бағытталған. Бұл стратегия бизнесте кең таралған тәсілдерге негізделген. Олар адамдарды, процестерді және клиенттердің үміттерін, басқа әдістерін үнемі дамытуға және жақсартуға бағытталған. Полицияда мұндай стратегияны жүзеге асыру полиция терминологиясына сервис, клиент, қызмет, сапа және тағы да басқа ұғымдарды енгізеді. Полицияға қатысты ақша құны принципі оның тиімділігі туралы дәлелдер келтіріп, салық төлеушілер, яғни қоғам көтеретін полицияны қаржыландыру шығындарын ақтауы керек дегенді білдіреді. Осы стратегияға сәйкес сенімге ие болу үшін полиция қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ресурстарды пайдалануда нақты нәтижелер мен тиімдіктерді көрсету керек. Бұл ретте клиенттердің қанағаттануы ұйымның табыстылығының негізгі факторы болып табылады. Мысалы, бұл әсерлерді Дания, Норвегия және Швеция полиция ұйымдарында, сондай-ақ Германия, Ирландия және Нидерландыда көруге болады. Полиция қызметкерлері құрмет көрсетіп, азаматтарға өз ұстанымдарын түсіндіруге негізделген шешімдер қабылдауға, оларды түсіндіруге және сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік бергенде азаматтар полицияның әрекеттеріне келісуге және бағынуға дайын болады. Мұндай өтініш әдетте азаматтар мен полицияның әрбір өзара іс-қимылы кезінде орын алса, онда халық жалпы полицияға сенімдірек қарайтын болады. Полиция қызметін зерттейтін зерттеушілер процедуралық әділеттіктің бұл элементтері азаматтардың қылмыс деңгейіне қатысты алаңдаушылығынан гөрі қоғамның полицияға деген көзқарасына көбірек әсер ететінін анықтады. Осылайша, бұл стратегия әртүрлі жағдайларда бірыңғай нақты нәтижелерді сақтауға көмектесетін стандарттар мен нұсқаулықтарды оқыту, ынталандыру және әзірлеу арқылы жеке полицейлердің кәсібилігін арттыруға бағытталған. Келесі қаралатын сұрағымыз, екінші сұрақ, полиция қызметіндегі шетелдік тәжірибе мен тәсілдер. Алғашқы кәсіби полиция ұйымы 1800 жылы 30 маусымда Шотландияда Глазго билігі парламенті мен Глазго полициясы туралы актіні немесе алғашқы кәсіби полицияны құрған. Глазго полициясы туралы заңды қабылдауға қол жеткізген кезде құрылды. Полицияның ұсынылған моделі қарулы күштерден бөлінген қарулы мекеме ретінде қарастырылды. Ол белгіленген ережелер мен заңдылықтарды сақталуын бақылауды жүзеге асыру мақсатында жергілікті қалалық билік құрған кейбір протологиялық ұйымдардан шыққан. Бұл модельді Ұлыбританияда және Европаның басқа елдерінде басқа қалалар көшірді. 1829 жылы Ұлыбританияда полиция парламенттің қарамағына өтіп, сэр Роберт Перлді ішкі істер министрі етіп тағайындады. Ол Лондон метрополитен полициясын құрды. Кейіннен бүкіл әлемде заманауи стандарттағы алғашқы ұйымдасқан азаматтық полиция корпусы ретінде танылды, және ол жаһандық деңгейдегі басқа полиция күштеріне үлгі болды. Пилдің принциптері: бірінші, полицияның негізгі міндеті қылмыс пен тәртіпсіздіктің алдын алу. Екінші принципі полицияның өз міндеттерін орындау қабілеті оның іс-әрекетін қоғамдық мақұлдауға байланысты. Үшінші принципі полиция олардың құрметіне ие болу үшін ерікті құқық қызметі саласындағы қоғамдық ынтымақтастыққа ұмтылуды қамтамасыз ету керек. Келесі принципі қоғамдық ынтымақтастық дәрежесі күш қолдану қажеттігіне пропорционалды түрде азаяды. Келесі бесінші түрі полиция әртүрлі тілектерді қанағаттандырмай заңға мүлдем бейтарап қызмет етуді үнемі көрсету арқылы өзіне қолайлы қоғамдық пікірге қол жеткізеді және қолдайды. Келесі, полиция бұл өте қажет болған жағдайда ғана және сендіру, кеңес беру және ескерту жеткіліксіз болған жағдайда ғана күш қолдануы керек. Полиция
әрқашан қоғаммен қарым-қатынасты сақтап, полиция халық, ал халық полиция деген дәстүрді шындыққа айналдыру керек. Полиция қызметкерлері бұл қоғамның әл-ауқатымен қатар өмір сүруі үшін әр азаматқа өз міндеттерін толығымен бергені үшін төленетін қоғам өкілдері. Полиция сот органдарының өкілеттіктерін тартып алмай, өз іс-әрекеттерінің нақты функцияларымен қатаң шектеуі керек. Полиция ұжымының тиімділігін дәлелді қылмыспен айналысқан полицияның айқын әрекеттері емес, қылмыс пен тәртіпсіздіктің болмауы. Ұлыбритания тәжірибесі келесі қарастыратын мәселеміз. Ұлыбритания халықтың сенімін арттыруға, қылмысты азайтудың тиімділігіне және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған полиция реформалардың өте ұзақ тарихы бар. Қазіргі уақытта патшалықта учаскелік полиция моделі бар. Бұл полиция жұмысын жергілікті халықтың қажеттіліктеріне сезімтал ету үшін белгілі бір географиялық аймақтағы полиция мен жұртшылық арасындағы байланысты кеңейтуге бағытталған тәсіл. Бұл модель келесі принциптерге негізделген. Кешенді полиция қызметі, нақты деректерге негізделген полицияның жауабы, бекітілген командалар, аумақтың қоғамдық басымдықтары, мәселелерді бірлесіп шешу, аналитикаға негізделген жоспарлау, қоғаммен өзара іс-қимыл, тиімді байланыс, полиция жұмысының сапасы мен өнімділігін басқару. Келесі қарайтын үшінші сұрағымыз бұл сервистік полицияның қазақстандық моделінің дамыту. Қазақстан Республикасы президентінің 2018 жылы 15 ақпандағы номер 636 жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарында қауіпсіз және құқықтық қоғам құру үшін құқық қорғау органдарының азаматтарымен өзара іс-қимылының сервистік моделіне көшумен полиция қызметі институтын дамытудың негізгі басымдықтары белгіленген. Қазақстан үшін түбегейлі өзгерістер 2025 жылға қарай іске асырылуы тиіс. Полицияның сервистік моделін енгізу қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ішкі істер органдары жұмысының қолданыстағы моделін толығымен алмастырмайтындығын атап өткен жөн. Полицияның сервистік моделін енгізу кезінде Қазақстан Республикасының ішкі істер органдары туралы Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі номері 199 жылғы 199-да 5 заңында бекітілген ішкі істер органдарының міндетті өзгеріссіз қалады. Заңның 4 бабының 1 бөлігіне сәйкес Қазақстан халқына қызмет етуге арналған ішкі істер органдары қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мынандай міндеттерді жүзеге асырады. Бірінші, құқық бұзушылықтардың алдын алу. Екінші міндет қоғамдық тәртіпті қорғау. Үшінші міндет қылмысқа қарсы күрес. Келесі соңғы төртінші міндеті полицияның қылмыстық жазаларды және өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын, сондай-ақ әкімшілік жазаларды орындау. Пилоттық жоба Астана жобасы бойынша бірінші жоба Астана қаласында 2020 жылғы желтоқсанның 2022 жылғы сәуіріне дейінгі аралықта іске асырылды. Онда Алматы ауданы полиция басқармасының бөлімі қызмет көрсететін аумақ пилоттық болып белгіленді. Жоба жергілікті полиция қызметінің аудандық бөлімшесінің жұмысын қамтыды. Яғни 41 учаскелік инспектор және 42 патрульдік полиция қызметкері енгізілді осы жобаға. Жобаның мақсаты сервистік полиция халықаралық моделінің негізгі элементтерін жергілікті полиция қызметі жұмысына бейімдеу, қазақстандық полицияның қызметіне одан әрі кеңінен енгізу. Жобаның міндеттері: сервистік полиция қағидаттары негізінде жергілікті полиция қызметі басқару жүйесін жетілдіру, жергілікті полиция қызметінің жұмысына полицияның сервистік моделінің жұмысының жаңа тетіктерін, құралдары мен әдістерін енгізу, сервистік полицияның тәсілдері негізінде учаскелік полиция инспекторлары процестерін оңтайландыру және автоматтандыру. Жоба шеңберінде сервис сапасын өлшеу, жергілікті полиция қызметінің жұмысы жайлы полиция қарағанда орташа есеппен әлдеқайда жоғары бағаланатынын көрсетті. Бірінші жағдайда учаскелік және патрульдік жұмыс бағаланды. Екіншіден,
барлық полиция қызметтері бағаланды. Яғни бұл қылмыстық құқық бұзушылықтар арасында өтініш берушілер мен жәбірленушілердің күтуі әкімшілік құқық бұзушылықтарға қарағанда әлдеқайда жоғары болуымен түсіндіріледі. Тиісінше негізсіз үміткер бағалауда негатив пен сыншылдықты тудырады. Жоба аясында қызмет сапасына қанағаттану деңгейі қызметкерлердің қанағаттану деңгейімен байланысты екендігі анықталды. Бұл бірегей бақылау емес, бірақ қызмет сапасын арттырудың негізгі драйвері ретінде кадрлармен жұмыс істеудің маңыздылығы туралы менеджмент ғылымында кең таралған тұжырымға сәйкес келеді. Азаматтардың учаскелік полиция жұмысын сапасын орташа бағалауы қанағаттанарлық деңгейден жақсы деңгейге көтерілді. Қызметкерлердің өз жұмысына қанағаттануы 2,9-тан 3,8-ге дейін өсті. Бұл әкімшілік істерге және профилактикалық есепке алу бойынша жұмыстарға учаскелік полиция инспекторы уақытының 60%-ын үнемдеді. Сот тұрмыстық зорлық-зомбылық тәуекелін бағалау алгоритмін сынап көрді. Команданың кәсіби дайындық деңгейін арттырды. Жоба серіктермен бірлесіп Нәрікбаев атындағы қазақ гуманитарлық заң университеті модельдік сервис бағдарланған учаскелік полиция пунктін ашты. Нәтижесінде жоба жергілікті полиция қызметі сервистік полициясының операциялық моделін әзірледі. Ол жергілікті полиция қызметі дәстүрлі моделінің айырмашылығы мынадай белгілермен сипатталады. Кешенді талдау негізінде профилактика, жоспарлауды орталықсыздандыру және жергілікті жерлерде халықтың қауіпсіздігі проблемаларын шешу. Учаскелік полиция инспекторы процедуралық дербестігі мен жауапкершілігі, сервис сапасын үнемі жақсарту қағидаты, өлшеу, талдау және түзету. Сабағымызды қорытындылай келе, қауіпсіздік мәселелеріне әкімдер белсенді қатысқандықтан ведомствоаралық профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру, әлеуметтану зерттеулер жүргізу, азаматтық қоғамды, яғни тарту мәселелері тезірек шешіле бастады. Бұл сондай-ақ мемлекеттік қызметшілерге жүгінген азаматтарға мақсатты түрде көмек пен кеңес беруге мүмкіндік берді. Мұндай сайттардың болуы қазіргі уақытта және ұзақ мерзімді перспективада мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта пилоттық жобаларды іске асыру қорытындысы бойынша полиция жұмысының қазақстандық сервистік моделіне көшудің толыққанды стратегиясын, яғни тұжырымдамасын әзірлеу жүргізілуде.